Ассаламу алейкум. Бүгін восточный сладкий пирогын дайындаймыз. Ең алдымен ұнымызға қопсықыш салып, араластырып, үстіне сары май салып, және де қаймақ, жұмыртқаның сарыуызын салып, жақсылап араластырып, қамыр елейміз. Қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді өрікті, кішімішті және де грек жаңғағын осылай уақтап, турап дайындап қоямыз. Енді жұмыртқаның ақуызына секерімізді сала отырып, біртіндеп осылай әппақ көбік болғанша көпіртеміз миксермен. Енді үлкен бөлігін алып, тестіміздің оқтаумен жайып, осылай үстіне енді осылай дәндерімізді салып, бетіне белоктан салып, енді үстіне екінші кішкентай қамырымызды жайып, салып, бетіне орналастырып, енді жұмыртқаның сарыуызын жағып, бетіне 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Осымен пирогымыз дайын. Ас болсын.